Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай ташкенттік лепешкаларды жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 900 грамм ұн, 450 мл су және де дрожь 15 грамм. Оны алдын ала жылы суға қант қосып көтергізіп аламыз, сонда біздің қамырымыз тез ашитын болады. 40 грамм ұнтақталған құмшекер, 20 грамм тұз, 55 грамм маргарин және де 2 жұмыртқаның сарысы, күнжіт. Аталған барлық қоспаларды қоса отырып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Осы арада сіздермен лайфхакпен бөлісіп кетейін. Егер сіздің ұныңыз жаңа ұн болса, ол өзіне көп суды қажет етеді, ал керісінше ұныңыз біраз тұрған болса, ол өзіне суды көп қажет етпейді. Қамырымызды жұмсақ қылып илейміз. Егер қатты болып қалса, біздің нанымыздың арасы тығыз болып қалуы мүмкін. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды алып бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Бөліп болғасын ол қамырларымызды домалақтап, бетін пленкамен жауып 20 минутқа қоямыз. 20 минутта біздің қамырымыз көтерілу қажет. Көтерілген қамырларымызды табаға алып жайып шығамыз. Өз қалауларыңызбен көлемін үлкен немесе кіші етіп жасасаңыздар болады. Жайып болғасын, нандарымыздың бетін тағы да пленкамен жауып, оларды 20 минутқа қоятын боламыз. 20 минуттан кейін көтеріледі. Көтерілген қамырларымызды лезвиемен кесіп шықсаңыздар болады, себебі піскеннен кейін өте әдемі болып шығады. Жұмыртқаның сарысын жағамыз. Енді өз қалауларыңызбен ақ немесе қара болмаса араластырып, күнжітті сеуіп, нанымызды әсемдейміз. Дайын болған нандарымызды пешімізге, егер сізде әсел пеш болатын болса, 220-230 градуста 20-25 минутта пісіресіз. Ал егер сізде газдың астында плитада пісіретін болсаңыз, 160-180 градуста жарты сағатқа қоясыз. Қамырымыз жақсы көтерілу үшін біз пешті алдын ала жай ғана жылытып аламыз. Біздің ташкенттік лепешкаларымыз дайын. Олар өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын!